Ассалаумалейкум достар. Бүгінгі ролик емтихандар жайлы болмақ. Экзамен для меня всегда праздник, профессор. Похвально. Оқу жылының аяқталуына да бір айдай уақыт қалды. Оқу ағарту министрлігінің бұйрығы бойынша оқу жылы 31 мамырда аяқталады. Өмір болғандықтан әрбіріміз белгілі бір этапта емтихан тапсыруға керек болады. Енді мектептегі емтихандар жайлы айта кетсек. Әдетте әрбір сыныптан соң оқушылар емтихан тапсырады. Ол емтихандар бірнеше пәндерден өткен тақырыптар бойынша болады. Егер сіз балаңызды арнайы мектептерге түсіргіңіз келсе, 6 сыныптан соң МИШ, КТЛ, РФМШ және дарын мектептеріне емтихандар болады. Ол жайлы біз ролик түсіргенбіз. Жоғарыдағы ссылкадан қарап көріңіз. Осы жылға 9 сыныптардан алған мемлекеттік емтихан 2 және 13 маусым аралығында болады. Маусым дегеніміз июнь. Кейбір қазақша атауын білмейтін кісілерге. Емтихан форматы келесідей. Біріншісі оқыту тілі бойынша жазбаша емтихан, екіншісі гуманитарлық білімін бақылау үшін әңгіме, мақала, эссе жазады, үшіншісі математика пәнінен болады. Төртінші пән ретінде таңдау пәні физика, химия, география, тарих немесе басқа да пәндер алынып, сол арқылы емтихан тапсырады. 9 сыныпты бітірген соң кейбір оқушылар колледжге кетеді, кейбіреулері 10-11 сыныптарда арғай жалғастырады. Енді 11 жылдық білімнің ең негізгі емтиханы ұлттық бірыңғай тест жайлы айтсақ. Ұлттық бірыңғай тесті 5 пәннен және 2 блоктан тұрады. Оның ішіндегі 3 пән міндетті және 2 пән бейіндік пәндер өзіңіздің таңдаған мамандығыңызға байланысты болады. Тестілеудегі тапсырмалар саны 120. Тестілеуге 240 минут уақыт беріледі. Тестілеудің бірінші блогында 3 пән болады. Ол математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы және Қазақстан тарихы. Математикалық сауаттылығы және оқу сауаттылығына 15 сұрақтан берілсе, Қазақстан тарихына 20 сұрақ беріледі. Екінші блок бейіндік пәндер бойынша. Мұнда 35 сұрақтан 70 сұрақ тұрайды. Мұндағы ескере кететін жайт, кейбір сұрақтардың бірнеше дұрыс жауаптары болады. Ұлттық бірыңғай тестілеуде максимум жинайтын балыңыз 140 балл. Енді шектік балл туралы айтсақ, егер сіз мұғалім немесе юрист болғыңыз келсе, шектік балл 75 балл. Ал дәрігер болғыңыз келсе 70 балл. Басқа да ақпараттарды біз описанияға қалдыратын боламыз. Біз тек 2023 жылғы ұлттық бірыңғай тестілеу форматының өзекті ақпаратын беріп отырмыз. Әр жылы министрдің ауысуына байланысты немесе кейбір өзгерістер болуына байланысты ақпараттар өзгеріп кетуі мүмкін. Оны ұлттық бірыңғай тестілеудің арнайы ресми сайтынан біле аласыздар. Сілтемені төменге қалдырамыз. Ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырмаған оқушылар мектепте мемлекеттік емтихан тапсырады. Енді сол жайлы айта кетсек. 11 сыныптар үшін осы жылғы емтихан 5 және 19 маусым аралығында болмақ. Оқушылар оқыту пәні бойынша алгебра және анализ бастамалары, Қазақстан тарихы, орыс тілі және әдебиеті және таңдау пәндері бойынша емтихандар тапсырады. Осымен біздің емтихандар жайлы ролигіміз тамам. Алдағы уақытта біз халықаралық емтихандар жайлы айтатын боламыз. Қош сау болыңыздар.